328 әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 328-ның бірінші бөлігі бойынша бағанағы айтып отырмын ғой, табиғатқа келтірілген кезінде шығын болып есептеледі, қазір айыппұл болып есептеледі. 3.344.480 теңге салынды. Одан кейін екінші кемшілігіміз, қысқаша айтатын болсақ, ол техник регламентті сақтамаған. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 331 бабына сәйкес қысқартылған түрде 400 МРП айлық есеп көрсеткіш ретінде 1.225.200 теңге айыппұл салынды. Үшінші айыппұл ретінде айыппұл салдық. Ол әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 327 бабының бірінші бөлігінің 327-1 бірінші бөлігі бойынша 150 қысқартылған айлық есептік көрсеткіш бойынша 150 МРП салынып, ол 459.450 теңге суммасын құрады. Сол осы пунктпен келіспей отырып, бұл бойынша әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 332 бабының екінші бөлігі бойынша 150 айлық есептік көрсеткіш ретінде 459.450 теңге салынды. Бұнымыз төртінші кемшілік. Бесінші кемшілік бойынша экологиялық кодекстің 188 бабының бірінші тармағына сәйкес өндірістік экологиялық бақылау жүргізіп, олар сол бағанағы экологиялық шарттарды бұзбау керек, талаптарды сақтау керек еді. Талаптар сақталмағандықтан бесінші айыппұлды салдық. Бесінші айыппұл әкімшілік құқық бұзушылық кодекстің 324 бабының бірінші бөлігі бойынша 50 МРП 153.150 теңге айыппұл салынды.